Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 22-ші сабақты қарастырамыз. Әртүрлі ауданда салыстыруды, шамалар мәнімен берілген амалдарды орындауды үйренеміз. Бірінші есепке назар аударайық. Суретте берілген әрбір аумақты толтыру үшін қанша тақта тас керек дейді. Бірінші суретке назар аударамыз. Бірінші суретте 9 тақта тас қажет екен. Сонда жалпы 16 тақта тас болады екен. Енді екінші суретке қарайық. Бұл жерде 20 тақта тас қажет. Жалпы 25 тақта тас болады екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. Үлкен аудандарды ірірек өлшем бірліктермен өлшейді. А нұсқасына назар аударамыз. Дәптеріңе қабырғасы 10 см немесе 1 дециметр болатын шаршысыз. Бұл дециметр квадрат. Осы шаршының ауданын палетканың көмегімен тап дейді. Яғни осылай қабырғалары 1 дециметр немесе 10 см болатын шаршы сызып алып, оның үстіне палетканы қойып, оның ауданын палетканың көмегімен табамыз. Яғни палетканың көмегімен ауданын табу үшін шаршыларды санаймыз. Шыққан толық шаршыларды санаймыз, толық емес шаршыларды санаймыз. Толық емес шаршыларды екіге бөлеміз. Шыққан санды толық шаршыларға қосамыз. Палетканың көмегімен осылай табамыз. Яғни бұл шаршының ауданы 1 квадрат дециметрге тең екен. Ал 1 дециметр квадратымыз 100 сантиметр квадратқа тең болады. Келесі ә нұсқасына қарайық. Сәуленің бөлмесінің еденінде қабырғалары 1 метр болатын шаршы пішінді кілем жатыр. Бұл 1 метр квадратқа тең. Яғни бұл шаршы пішінді кілемнің ауданын табу үшін екі қабырғасын көбейтеміз. 1 метрді 1 метрге көбейтеміз. Сонда ауданы 1 метр квадратқа тең. Оны квадрат дециметрге айландыратын болсақ, 100 дециметр квадрат болады. Ал сантиметр квадратқа айландыратын болсақ, 10.000 сантиметр квадрат болады. Яғни 1 дециметр квадрат 100 сантиметр квадратқа тең. 1 метр квадрат 100 дециметр квадратқа тең. Ол 10.000 сантиметр квадратқа тең екен. Енді келесі осы екінші есептің Б нұсқасына назар аударайық. Саяжай және бау-бақшалардың ауданын сотықпен өлшейтінін сен білесің бе дейді. Мына суретте бау-бақша екен. Ол шаршы пішінді. Оның қабырғаларының ұзындығы 10 метр екен. Енді осы бау-бақшаның ауданын табу үшін 10 метрді 10 метрге көбейтеміз. Сонда 100 метр квадрат болады. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Инженер-конструктор 1 метр квадрат пен 1 дециметр квадраттың кішірейтілген сызбасын салды. 1 дециметр квадратта қанша сантиметр квадрат бар екенін есепте. 1 метр квадратта қанша дециметр квадрат барын есепте дейді. Яғни 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадрат болады. Ал 1 метр квадратта 100 дециметр квадрат болады. Себебі 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Енді ауданын табу үшін 10 сантиметрді 10 сантиметрге көбейтеміз. Сонда 100 квадрат сантиметр болады. Ал 1 метрде 10 дециметр болады. Ауданын табу үшін 10 дециметрді 10 дециметрге көбейтсек, 100 дециметр квадрат болады. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Есепте дейді. 5 метр квадратқа 45 метр квадратты қоссақ, 50 метр квадрат болады. 9 метр квадратты 4-ке көбейтсек, 36 метр квадрат болады. 35 метр квадратты 7-ге бөлсек, 5 метр квадрат болады. 500 метр квадраттан 235 метр квадратты азайтсақ, 265 метр квадрат болады. 35 метр квадратқа 29 метр квадратты қоссақ, 64 метр квадрат болады. 3 дециметр квадратқа 506 дециметр квадратты қоссақ, 509 дециметр квадрат болады. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Есепті өрнек түрінде жазып, оны шығар дейді. А нұсқасына қараймыз. Сатушы 3 сатып алушының әрқайсысына 5 килограммнан,
ал төртіншісіне 15 килограмм картоп бөлшеді. Сатушы барлығы қанша килограмм картоп бөлшеді дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын жазып аламыз. Сатушы 3 сатып алушыға 5 килограммнан картоп бөлшепті. Ал төртінші сатып алушыға 15 килограмм картоп бөлшеген екен. Сатушы барлық қанша килограмм картоп бөлшегенін табамыз. Ол үшін 3-ті 5-ке көбейтіп, 3 сатып алушыға қанша килограмм картоп бөлшегенін тауып аламыз. Яғни 3 сатып алушыға 15 килограмм картоп бөлшеген екен. Оған төртінші сатып алушыға өлшеген 15 килограмм картопты қоссақ 30 килограмм болады. Яғни сатушы барлығы 30 килограмм картоп бөлшеген екен. Енді осы 5-ші есептің әр нұсқасына назар аударайық. Қорапта 25 килограмм кәмпит бар. Кәмпит 5 қағаз қапшықтың әр қайсына 2 килограммнан салынды. Қорапта қанша килограмм кәмпит қалды дейді. Қорапта 25 килограмм кәмпит бар екен. 5 қағаз қапшыққа 2 килограммнан салынғанда, қорапта қанша килограмм кәмпит қалғанын табамыз. Ол үшін алдымен 5 қағаз қапшыққа неше килограмм кәмпит салынғанын тауып аламыз. Одан кейін барып, қорапта қанша килограмм кәмпит қалғанын табамыз. Ол үшін 5-ті 2-ке көбейтіп, 5 қағаз қапшыққа неше килограмм кәмпит салынғанын тауып аламыз. Яғни 5 қағаз қапшыққа 10 килограмм кәмпит салынған екен. Енді барлық 25 килограмм кәмпиттен осы 10 килограмм кәмпитті азайтсақ, 15 килограмм қалады. Яғни қорапта 15 килограмм кәмпит қалған екен. Келесі осы 5-ші есептің Б нұсқасына назар аударайық. Мектеп асханасында 4 үстелдің әр қайсына 8 орындықтан, ал бір үстелге 12 орындық қойылған. Асханада бір уақытта барлығы неше бала тамақтана алады дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын жазып алайық. 4 үстелдің әр қайсына 8 орындықтан қойылыпты, ал бір үстелге 12 орындық қойылған екен. Сонда асханада бір уақытта барлығы неше бала тамақтана алатынын табамыз. Ол үшін 4-ті 8-ге көбейтіп, 4 үстелге барлығы неше орындық қойылғанын тауып аламыз. Яғни 4 үстелге барлығы 32 орындық қойылған екен. Оған бір үстелге қойылған 12 орындықты қосса 44 болады. Яғни бір уақытта барлығы 44 бала тамақтана алады екен. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Тиімді тәсілмен есепте дейді. Бірінші өрнекке қараймыз. 23 қосу 89 қосу 77 өрнегінде алдымен 23-ке 77-ні қосып аламыз, 100 болады. Оған 89-ды қоссақ 189 болады. Келесі 44 қосу 78 қосу 56 өрнегінде 44-ке 56-ны қоссақ 100 болады. Оған 78-ді қоссақ 178 болады. Келесі 223 қосу 389 қосу 277 өрнегінде алдымен 223-ке 277-ні қосып аламыз, 500 болады. Оған 389-ды қоссақ 889 болады. Келесі 144 қосу 578 қосу 256 өрнегінде 144-ке 256-ны қосып аламыз, 400 болады. Оған 578-ді қоссақ 978 болады. Келесі 123 қосу 289 қосу 177 өрнегінде 123-ке 177-ні қосамыз, 300 болады. Оған 289-ды қоссақ 589 болады. Келесі 544 қосу 278 қосу 156 өрнегінде 544-ке 156-ны қосамыз, 700 болады. Оған 278-ді қосамыз, сонда 978 болады. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақтың есептері, жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.